Каналыма қош келдіңіздер ханымдар. Бұл крем маска сіздің бетіңізді жұмсартып, ағартып, дәлендіріп, теп-тегіс етіп қояды. Және де құрғап кеткен теріңізге әдемі нәр береді. Ендеше бірге жасайық. Бізге қажет болады алоэ гелі. Табиғи алоэ гелінен көре покупной, яғни косметика сататын жерлердегі алоэ гелін алуға кеңес беремін. Бір шай қасық керек болады. Және де бір 10 тамшы бадамайн қосамыз. Бұл бір жасаған ханымдар, бірақ осыны 2-3 еселеп көбейтіп қойып жасап қойсаңыздар болады күнделікті қолданғанға. Одан кейін бір витамин Е капсуласын тесіп қосамыз. Ал егер сізде май түрінде болса, онда 5 тамшыдай қоссаңыздар болады. Осы үшеуін жақсы араластырып аламыз да, бетімізге массажды әрекеттермен жағып, түнгі уақытта қалдырамыз. Как крем ретінде жағамыз. Ал егер қалдырғым келмейді дейтін болсаңыздар, 1 сағаттай күтесіздер, бетіңізде сіңгені сіңеді, сіңбей қалғандарын қағаз салфеткамен жеңіл түрде сүртіп тастасаңыздар болады. Ертеңіне беттеріңізді қандай жұмсақ, нәрленіп тұрғанын байқайтын боласыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл крем маска сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Күнделікті қолданып, 10 күндей курс жасасаңыздар болады. Немесе аптада 2-3 рет қолданып, 1 ай курс жасасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздердің беттеріңізге жастығын, әдемілігін, серпімділігін қайтаруға жақсы көмектесетін әдістердің бірі. Сондықтан сіздермен бөлісіп отырмын. Комментарияға өз ойларыңызбен бөлісіп, каналыма тіркеліп, алда қандай маскалар күтесіздер, сол жайында жазып кетіңіздер.